Мәдениет достығымыздың ортақ шаңырағы осындай атаумен биыл 10-шы мәрте республикалық Дельфи ойындары Орал қаласында өткен болатын. Бұл ойындар әлемде теңдесі жоқ, өткені жалғыз ғана осы ойындар барысында түрлі этностың өкілдері тарихи, этностық, халықтық, заманауи өнер түрлерінен сайысқа түсе алады. Биыл 15 номинация бойынша сайыс өтті. Бұл байрақты бәсекеде біздің жерлестеріміз алтыннан алқа тақты. Дельфи ойындары сен үшін қиын болды ма? Қаншалықты дәрежеде өтті? Енді жалпы мен үшін қиын болған жоқ. Алдыңғы жылдар қатысып жүрмін ондай конкурстарға. Қазылар алқасы әділ шешімге алды деп ойлаймын. Ойынның талаптары қалай болды? Қандай күй орындау қажет болды? Бірінші турда әртүрлі вариантта күйлерді ойнау керек болды. Біреу төкпе, біреу шертпе. Екінші турда да солай болды. Сол бойынша ойнап келдік. Бірінші турдың қорытындысы қалай? Қанағат қандай болды? Бірінші турдың қорытындысы балл бойынша есептелді. Қазылар алқасы. Сол жоғары баллмен күн жоғары балл алды, солны екінші кезеңге өткізеді. Қарсыластарының деңгейі қаншалықты? Өзің қалай санайсың? Мықты ма олар? Мықтылар да бар, бәрі де былай жақсы ғой. Сен көп дайындықпен келдің, сосын Мен дайындалдық біршама. Дельфийский болады дегеннен бастап. Соның арқасы ойлаймын. Қай күйді орындадың? Бірінші турда Құрманғазы Төрем атымен Айтқали Жайымовтың Күйана деген күйін орындадым. Екінші турда Өскенбай Маңғыстаудың күйі, Жаңылтпаш деген күйді орындадым. Сосын Қаршы Ақмелер Атырау. Әнуардың асығы әлшісінен түсті. Мұндай беделді белесті ол бірінші рет бағындырып отырған жоқ. Өткен жылы Ресейде өткен күйшілер сайысында бәйге басында көрінген. Енді міне елеулі додада еңсемізді түсірмеді. Бүгін Әнуар ат басын Астанаға бұрды. Елорда жұртшылығын Астана күнімен құттықтап, домбыраның тәтті үнімен тәнті еткісі бар. Жеңісіміз бұл ғана емес. Фортепиано номинациясы бойынша қарындасымыз Ләззат Кенжеғарина күміс алқа тақты. Баянистіміз Ерікте күмісті еншіледі. Тұрлан Жұмағалиев домбыра шертерді үздік шертіп, қоланы қомдады.